Ассалаумағалейкум. Алталаштың қазағы қандас бауырларымыз. Аман есенсіздер ме? Мен өзім Қалзат Болатұлы болам. Қазақстан Республикасының азаматымын. Бұл видеоны түсірудегі себебім Серікжан Біләшұлы ағамызды жазықтан жазықсыз қамап отыр. Дәл қазіргі сәттерде Серікжан ағамызға қысым көрсетіліп жатқаны пешенеден белгілі баршамызға. Алаштың азаматтары міне бүгінде Серікжан Біләшұлы ағамыздыққа арша түсіп осы видеоны жолдап отырмын. Серікжан ағаны босатсын, бостандыққа шығарсын. Ол кісінің ешқандай жазығы жоқ. Ол кісінің жазығы сонау Қытай Халық Республикасынан атамекеніне оралған қазақ бауырларымызды көз жасын сүртіп, жетім жесірін жебеп жүрген сол бұл күнде ол кісінің басына айып боп, кінә боп тағылып отыр. Бұл жерде Серікжан ағамыз ешқандай экс-мерзім, немесе террорист, немесе дін үгіттеуші және де басқа бәле деген жалаларға қалып отыр. Ал бұл жаланың, бұның таптаза жала екенін халық біледі, баршамыз білеміз. Қазіргі қоғамда зайырлы мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Демек, қазіргі қоғамдағы адамдардың санасы ашық, ойлауы өз алдына білімсізде емес, адамдар бәрін түсінеді. Ал енді дәл қазір Серікжан Біләшұлы ағамызға көрсетіліп жатқан қысымдардың көрсетілмеуін, ол кісінің еркіндікке шығуын талап етемін. Және де құрметті Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы, және де біздің ішкі органдар, сіздердің де Серікжан Біләшұлы ағамызға оң шешім қабылдайды деп сенемін. Сіздерге халық сенеді. Біз тәуелсіз елміз. Біздің тәуелсіздігіміздің дәлелі ретінде сіздер тәуелді сөз бостандығымыздың бар екенін дәлелдеп, осы Серікжан Біләшұлы ағамызды бостандыққа жібереді деп сенемін. Жалпы халық та сенеді сіздерге. Рахмет.